Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы дыбыс және әріп. Сабақтың мақсаты дыбыс және әріп тақырыбынан игерген білімдерін практикалық іс-әрекеттерде қолдана алу. Біз өткен сабақта дыбыс және әріп туралы өттік, есімізге түсірдік өткен ережелерді. Бүгін соны енді практикалық іс-әрекеттерде қолдана аласыңдар. Мына тапсырмаға назар аударайық. Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ батырларын есімдерін тауып боя. Олар жайлы не білетініңді еске түсір. Біз, балалар, әдебиеттік оқу сабағынан Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ батырларын өткен болатынбыз. Енді сендер сол қазақ батырларының есімдерін тауып, мына жерден бояп, ол кісілер жайлы не білетіндеріңді еске түсіріңдер. Балалар, қазақ тілі оқулығымызды алайық. 18-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Яғни, балалар, осы мәтінді менімен бірге сендерде оқып отырыңдар. Ер жүрек қыз. Сержант Мәншүк Мәметованың өтінішін бригада газетінде жариялаңдар, деді комиссар. Өтінішінде Мәншүк пулеметші болып, зұлым жауды жайратқысы келетінін айтыпты. Өзім өлсем де, отаным аман болса екен, деп жазыпты. 1943 жылы біздің атқыштар бригадасы жауды батысқа қарай тықсырып келе жатты. Бір мезгілде жау қарсы шабуылға шықты. Жау шабуыл жақындай берді. Жараланған Мәншүк фашистердің дабырлаған үнін естіп, есін жиып алды. Жексұрын жауға өшіккен ол, жарасының жанына батқанына қарамай, бірден пулеметіне ұмтылды. Оғы бұршақтай жауды. Кекті қыз жау солдаттарын баудай түсірді. Фашистер тым-тырақай кейін қашты. Енді біздің жауынгерлер шабуылға шықты. Тамаша ерлігі үшін қазақ халқының қаһарман қызына Кеңес одағының батыры деген құрметті атақ берілді. Енді осы мәтін бойынша сендерге тапсырма беріліп тұр. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Жоспарға сәйкес мәтінді 4 бөлікке ажырат. Бірінші, Мәншүктің өтініші. Екінші, жаудың қарсы шабуылы. Үшінші, Мәншүктің батыл қадамы. Төртінші, құрметті атақ. Жоспар бойынша мәтін мазмұнын жаз. Енді келесі тапсырма бұл 19-ші жаттығу. Мақалды тиісті тыныс белгілерімен толықтыр. Батыр туса, ел ырысы, жаңбыр жауса, жер ырысы. Ердің туы намыс. Мақалдардағы баяндауыштардың қай сөз табынан жасалғанын айт. Яғни, мақалдағы баяндауыштарды табамыз да, олардың қай сөз табынан екендігін айтамыз. Сызықшаның неліктен қойылғанын түсіндіреміз. Енді балалар, шығармашылық үзіліс. 21-ші жаттығу, ребусты шеш. Ребустың шешуіндегі сөзге қарсы мағыналы сөзді ата. Сол екі сөзді жаз. Ішінде осы екі сөз қатысатын мақалды айтып көр. Балалар, бүгінгі қазақ тілі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.